Мынандай нәрсе бар, құрметті жамағат, қағида. Құран сөйлеген нәрсеге кез келген адамның жердің бетіндегі қай ұлт болсын, осы жердің қай жерін басып жүрген адам болсын, адамның ақылы, сау ақылы ешқашан Құранға қайшы келмейді. Ешқашан Құранға қайшы келмейді. Ол әсерленуге дайын нәрсе, ақыл деген нәрсе. Тек көп адамдар ақылмен емес, істің байыбына бармай жатып, көңіл қалауымен сөйлейді да, шайтан солай үйретеді. Сонда жаңа көңіл қалауы ақыл сияқты болып көрінеді оған. Ол алданады. Көңіл қалауым ақыл деп ойлайды ол. Бірақ байыбына бармағандықтан қарсы келе қалады. Ақыл қарсы келмейді Құранға. Жердің бетіндегі ешбір ақыл қарсы келемейді. Көңіл қалауы деген нәрсе бар. Фаинлам ястаджибу лака, ей пайғамбар, егер олар саған жауап бермейтін болса, яғни бойындамайтын болса, Құранда бойсұнбайтын болса, онда біл дейді, фағлам аннама яттабиғуна ахуаахум. Онда біл, бірақ себеп тұр дейді. Қандай деген кезде? Көңіл қалауларына еріп баратыр дейді, болды. Уаяжғалур рижса алаллазина ла яқилун. Алла тағала айтады, күпірлік болсын, жамандық болсын, жаман қасиеттер болсын, күдік болсын, бүкіл жамандық атаулыны Алла тағала ақылын қозғамайтындардың үстіне салады дейді. Мысалы, қарапайым мысал, біз намаз оқып жүрсек те, егер сіздің қасыңызға біреу келіп, мысалы, сұрап, мен енді әйеліммен дұрыс қарым-қатынас болмай жатыр, әйелім жаман, осындай ажырасам ба білмеймін деп сұрақ қойып қалса, сосын сіз тұрып, оны әйтеуір досыңыз ғой, қоя бересіз енді, қайтесің оны? Жаңа ғана бесін намазынан шыққансың да? Бұл не сөйлеп атқан бір жерде? Бұл көңіл қалауы сөйлеп атқан. Ал сол сөзің үшін қияметте жауап бересің. Ақыл емес ол, бірақ ақылмен сөйлеп атқан сияқты көрінесің. Өйткені мына жақтан шайтан Ибрахимнің кезіндегі баласына, жаңағы бірінші әйелінен Исмаилдың ажыратқаны туралы хабар бар. Біз соған теңеп жүреміз өзімізді. Кезінде Ибрахим баласын іздеп келген кезде Меккеге Исмаил аңшылыққа шығып кетеді де, саятшылықта жүріп, сосын Ибрахим қараса үйінде жаңа кім келіні ғана жүреді. Сосын Исмаил қайда дейді. Ол аңға кеткен, тұрмыстарың, өмірлерің қалай? Ой, жаман, түк жоқ, жетпейді, осындай сөздер айтылып жатыр да. Бірақ танымайды Ибрахимді келіні. Соны айтады, Исмаил келген кезде ана табалдырығын ауыстырасасын дейді. Соны хабарды бересаңыз дейді. Исмаил келген кезде біреу келді ма? Бір ақсақал келді, осындай болды. Жағдайды сұрады, мен былай деп айттым. Айтпақшы сізге табалдырығыңызды ауыстыра салсын деген дейді. Табалдырығым сенсің ғой деген. Өйткені Ибрахим ақылмен істейді оны. Ол біледі не айтып жатқанын. Ал біз жаңағы жерде көңіл қалауымен істеп жүреміз да. Ешқашан жаңағында жерде сарт еткізіп жауап бере салмаңыз. Істің байыбына, мынау не іс, аманат па, Алланың алдында кімсің сен өзі біріншіден, мысалы, көрдіңіз ба? Ойланып адам деген. Міне осындай нәрселер болады адамда. Сондықтан ақыл ешқашан Құранға қайшы келмейді. Көңіл қалауы ақылдың орнына шығып алады да, сол мінез көрсететін нәрсе. Байыбына бармайды, аяғына дейін тыңдамайды.